Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін мен өзімнің қалай бауырсақ жасайтынымды көрсетемін. Ол үшін жылы су мен жылы сүтке дрожжды салып, араластырып, осылай видеода көрсетілгендей. Сосын үстіне қант саламын. Қанттан кейін ұн саламын. Одан кейін бетін жауып 20 минутқа жылы жерге қойып қоямын. Міне ашытқы дайын болды, осылай көтеріледі. Одан кейін осы ашытқымызды ұнға құйып, үстіне бір жұмыртқа саламыз. Одан кейін тұз қосамыз. Сосын қалған сүт пен қалған суды, жылы су болу керек, жылы сүт болу керек. Соны құйып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды осылай жақсылап илеп, жылы жерге 1-1,5 сағатқа қойып қоямыз. Міне менде осылай 1 сағатта көтерілді қамырым. Енді әдемілеп жайып, турап қуыра берсек болады. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап жіберіңіздер. Көп рахмет сіздерге. Және де қандай видео салғанымды қалайсыздар, соны да комментарийға жазып кетсеңіздер болады.
міне майды қыздырып, бауырсақтарымызды салып, әдемілеп, екі жағынан қызартып, қуырып аламыз. Міне осындай жұп-жұмсақ бауырсақтар пісті. Егер де осы видео сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Ас болсын.